құрметті әріптестер, мен Кайзина Зура Манапқызы, Ақжар ауданы, Ленинград ауылы, Еркетай балалар бөбек бақшасында тәрбиеші болып жұмыс атқарамын. Бүгінгі күні табысты тәжірибе панорамасына қатыса отырып, өз тәжірибеммен бөлісемін. Тақырыбым лепбук мектеп жасына дейінгі балаларды оқытудың қазіргі заманғы құралы. Мақсатым лепбук технологиясын қолдана отырып, балалардың білімдерін 4К модель негізінде дамыту. Міндеттерім мектеп жасына дейінгі балалардың ұйымдастырылған оқу қызметінің коммуникативтік дағдыларын қалыптастыру бойынша білімдерін жетілдіру. Лепбукты тақырыбына сай ұйымдастыра білу, жасау жолдары мен қажетті құралдарды пайдалану. Өзектілігі лепбук өткен тақырыпты балаға өз қалауы бойынша ұйымдастыруға, материалды жақсы түсінуге және есте сақтауға көмектеседі. Лепбук қолдан жасалған кітапша, бірнеше қалташаларымен, конверттерімен, қозғалмалы детальдарымен ерекшеленеді. Балалар оны алып, салып, қарап, зерттеп, ойнауға болады. Лепбук балалармен белгілі бір тақырыпты бекітуге арналған тамаша тәсіл. Және мазмұнын ұғыну арқылы зерттеу жұмысын жүргізеді. Оның барысында бала ізденіс жасайды, ақпаратты талдайды, естеріне сақтап, өткен тақырыпты пысықтайды, тапсырманы көңілді орындайды. Лепбук кітапшасын құрастыру үшін алдыменен тақырыбын таңдадым. Содан соң жоспарын құрастырдым, макетін жоспарладым, содан соң безендірдім. Тақырыбы бір, бірақ та екі түрлі тапсырма балалар орындайды. Осы жерде балалардың сыни ойлау қабілеттері дамиды, кері байланыс орнатылады. Лепбук кітапшасының бірінші бетінде көліктер түрлері қалташасы орналасқан. Балалар көлік түрлерін танысып ажыратады. Екінші бетінде не қайда жүреді, балалар көліктер неше топқа бөлінеді және қайда жүретінін анықтайды. Келесі кітапшаның бетінде бағдаршам қалташасы. Бағдаршамның үш көзі рет-ретімен орналастырады. Бағдаршамның үш көзі қандай жұмыс атқарады, балалар айтады. Келесі бетінде тақпақтар мен жұмбақтар, көліктер туралы тақпақтар мен жұмбақтар. Балалардың тілдері дамиды, бала үні естіледі. Келесі қалташа жол белгілері. Жүргізушілер мен жаяу жүргіншілерге арналған жол белгілерін үйретеміз. Келесі қалташа көліктерді боя қалташасы. Мына жерде балалар еркін сезініп, көліктердің суреттерін түрлі түсті бояумен, қарындаштармен бояйды. Соңғы бетте көлік құралдарын жинау. Көліктердің бөлшектерінен балалар көлік құрастырады.
жемісіміз тәрбиелеп жатқан біздің балаларымыз. Олай болса, тек тәрбиелеп қана қоймай, жаңа технологиялық әдістерді қолдана отырып, сапалы терең білім беру арқылы балалардың ойлау, есте сақтау, көру қабілеттерін жетілдірейік. Назарларыңызға рахмет.